крафин пісіріп көрсеткелі отырмын. Крафинге керек 300 грамм ұн аламыз, жарты ас қасық тұз, және 6-7 грамм құрғақ ашытқы, сонымен қатар 140 миллиграмм жылы су, суымыз жылы болу керек, нанымыз ашу үшін. Сонымен қатар май, сары майды ерітіп аламыз. Міне қазір осы продуктылармен нанымызды ашытамыз. Ерітіп алған сары майымыз 50 грамм. Майымызды шығарып қоямыз. Жылы жерде тұрып, өзде еріп тұрады. Сосын кейін нан ашығаннан кейін нанын жайып ортасына жағамыз сары майымызды. Нанды қалай ашытқанымды көрсете алмадым. Дұрыс түспей қапты видеоға. Нанымыз ашыды. Енді нанымызды бөлеміз. Нанымызды сопақтап жаямыз. Мынандай жұқа қылып жайдық. Міне жұқа жайып алдым. Енді жаңағы сары майымызды еріп тұрған жағамыз. Ыдысымды ішім майлап, 18 бір сағатқа үстін жауып қойып қоям, көтерілгенше. Тағы да көтерілу керек. Не көтерілді. Енді духовкеге қоямын. Духовкеге 20 минутқа қоямын. Бірақ қарап отыру керек. Не крафиніміз пісті.